мен қазір біздің елімізге атақты журналист Дана Нұржігіт апамен сұхбатқа бір жатырмын. Жансұлу, кішкентай блогерсің, иә сен? Ақтаудан келдің ғой, иә? Мен айтпақшы, Жансұлу, бұл әңгімені ешкімге айтқан жоқпын. Бұл расында да эксклюзивті сұхбат болайын деп тұр. Тамаша, қандай тамаша. Жақында сіз Димаш Құдайберген ағаммен сұхбаттастыңыз. Димаш мен үшін сондай адам. Медиа саласында өзгеше жаңа форматта жоба дайындап жатырсыз ба? Достар, мен бүгін қатты толқыдамын, себебі біз бүгін сіздерді елімізге танымал, мықты, атақты кісімен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Ол менің апам Дана Нұржігіт. Қош көрдік, апам. Дана апа, сіз туралы мен ғаламторда сұхбаттарыңызды, мақалаларыңызды көріп отырамын. Сіз туралы мақалалар мен сұхбаттарды аз емес ғаламторда. Дегенмен сіз 10 жасар бойжетіп келе жатқан сіңліңізбен сұхбат беріп көрмеген шығарсыз деп ойлаймын. Менің дайындап келген сұрақтарым бар. Бастасақ, қалай қарайсыз? Бастайық. Менің білуімше сіз әкеңізден ерте айырылдыңыз. Өкінішті, иманды болсын. Сіз кімнің қолында тәрбиелендіңіз? Ата-әжеңіздің ба, әлде анаңыздың ба? Кім сізді көбірек тәрбиеледі? Тәрбие алуыңызда кім сізге беделді болды? Және қандай ақылын әлгі күнге дейін қолданып жүрсіз? Біріншіден, Жансұлу, сұхбатқа шақырғаныңа көп рахмет, өркенің өссін. Бұндай нәрсені қолға алып отырған жас блогерлерді мен қашанда қолдаймын. Алғашқы сұрағың рас, мен әкемнен ерте қалғанмын, 17 жасымда. Біз үйде 3 баламыз, сол 3 баланың тұңғышы мен, 17 жасармын ол кезде. Әкем өкінішке қарай өмірден 38 жасында, 39-ға қараған жасында озды. Анам 3 баламен жалғыз қалды. Осы менің жалпы тәрбиеме, өмірдік ұстанымыма ең бір үлкен ауыр соққы және мені тұлға ретінде қалаған жағдай болды. Мен тез есейіп кеттім десем болады, әкемнің өмірден озғаннан кейін. Және дәл сол кезде мен 17 жасымда әкем мамыр айында ота жасалып ауруханаға түскен кезде мен мамыр айында Америкада болатын үлкен балаларға арналған мюзикл спектакльге Қазақстанның атынан байқауға қатысып өтіп кеттім. Сөйтіп менің анам әкемнің отадан кейін оңалмайтынын біле тұра, менің жолымды бөгемей, Америкаға мені бәрі жақсы болады қызым, әкеңе алаңдама деп шығарып салған болатын. Сөйтіп мен ол жазда маусым айы мен шілде айында Америкада болдым. Қазақстан мен Америка балаларының біріккен мюзикл спектаклінде әнші ретінде, актриса ретінде көріндім. Керемет жазғы демалыс болды. Мен америкалықтардың отбасында тұрдым. 1,5 ай шамасы. Сөйтіп тамыз айында үйге оралған кезде әкем өте қатты жүдеп кеткен, хал үстінде жатыр екен. Тамыз айы болатын бұл. Мен 17 жастағы жеткіншек қызбын ғой, жеткіншек баламын, бар күшімді салып, сол кездегі шамам келгенше, сол Америкадағы өзім тұрған отбасына звондап, көмектесіңіздерші, менің әкем хал үстінде жатыр екен, келсем, дәрігер іздеп көріңіздерші деп, дәрігерлерді тауып, мен айтпақшы, Жансұлу, бұл әңгімені ешкімге айтқан жоқпын, бұл расында да эксклюзивті сұхбат болайын деп тұр. Сөйтіп, ол дәрігерлер обалы не керек көмектесуге тырысты, бірақ әкем тіпті көлікке мініп Америка түгілі мына көрші ауылға баратындай жағдай болған жоқ. Көп ұзамай әкем көз жұмды. Міне осы екі, бір жағынан өте қуанышты, менің Америкада болып, сол өмірді көріп, америкалық отбасында 1,5 айдай өмір сүріп, сол үйдің баласының тірлігін көріп, кішкентай болып көршісінің баласын бағып ақша табады екен бұлар, өз ақшалары болады екен, еңбектенеді екен балалары дегенді көріп, мен қатты өзгеріп келдім. Сөйтіп, әкем дүниеден өткеннен кейін менің
ең басты шешімім мен анама көмектесуім керек деген шешім болды. Сондықтан мен ол кезде 10-шы сыныпты бітіріп 11-ші сыныпқа көшкен болатын. Ол кезде совет мектептерінің барлығы 10 жылдық мектеп болатын. Ал менің дарынды балаларға арналған Жұбанов атындағы мектебім, музыкалық мектебім 11 жылдық мектеп болатын. Мен 10-шы сыныпты бітіріп 11-ші сыныпқа өткен кезім ғой. 11-ші сыныпқа өткен кезімде мен мектепке келген кезде мен мүлде басқа бала болып өзгердім. Біріншіден әкем қайтыс болды. Екіншіден менің бүкіл әлемім отбасыма көмектесуім керек, мен масыл болмауым керек деген ұстанымда болдым да, мектептегі бірнеше сыныпты еденін жууға жұмысқа орналастым. Өзім оқып жатқан интернатта бірнеше бөлмені алып, мен соның еденін жуып, азын-аулақ ақша таптым. Сондықтан мен еңбектің нанын қаншалықты дәмді, қаншалықты тәтті болатынын өте жақсы білем. Кішкентайымнан мен үйге көмектескім келді. Ал енді кімнің тәрбиесі десеңіз, қараңыз, өмірдің өзі тәрбиеші. Бірінші тәрбие менің әжемнен болды. Әкемнің анасы, менің әжем, өте шежіре адам еді. Қазақтың жыр қиссаларын жатқа айтатын, өте актерлік шеберлігі керемет. Ауылдағы шал кемпірлерді салған кезде ол кісінің алдына жан салмайтындай таланты болатын. Және саған ақыл айтуға, саған ертек айтуға, сені басыңнан сипап, сені жұбатуға, сені еркелетуге еш жалықпайтын нағыз қазақтың әжесі болатын. Бірінші тәрбие сол әжеден болды деп ойлаймын. Екінші тәрбие әрине менің ата-анам. Сол өзінің шежіре анасына ұқсаған менің әкем. Оқуға құштар, білімге құштар, өте ұстамды, мықты ұстаз болған әкем. Және ақ жарқын, қолы ашық, мінезі сондай жарқылдап күле білетін, қонағын қарсала білетін, әртістік өнерге жақын, сахнаға жақын менің маңдай ашық анам. Міне осындай адамдардың ортасында мен өстім, тәрбиелендім. Сондықтан екі жақтан да бар деп айта аламын. Сіздің ұлыңыз әлемнің қандай болашағы болғанын, қандай мамандықта оқығанын қалайсыз? Енді оны айту ерте, бірақ тегі жібермейді, қан жібермейді деп айтады ғой. Балам енді менің отбасымның, менің өзімнің отбасымның бойында бар музыкаға, өнерге деген қасиетін көрем, қабілетін көрем әлімнің бойынан. Бірақ ер бала болғандықтан мен және өнер жолының қаншалықты қиын екенін біліп отырған адам ретінде мен әлімнің математикаға, информатикаға, IT саласына жақындау болсын деп тілеймін, бірақ кім біледі. Балам әзірше мамандық таңдай қойған жоқ, небәрі 8 жаста, бірақ кім боласың деп сұрасақ, мен нейрохирург және президенттің көмекшісі болам деп жауап береді. Осының қайсысын Алла құп көреді, көреміз ғой енді. Бірақ әнді керемет айтады. Биді мына телевизордан көрген билерінің бәрін керемет қайталап тұрып, мама мен дарабалаға қатысайыншы деп мен өзім жүргізетін дарабаланы сұрап отырады. Мен айтамын, балам, бұл сыбайлас жемқорлық болады, мен сені дарабалаға қатыстырсам. Сенің дарыныңды мен де көріп тұрмын, бірақ бұл дұрыс емес болады. Ертең дарабаланы басқа бір жүргізуші жүргізіп жататын болса, біз сол кезде қатыса аламыз. Ал әзірше сен дайындала бер деп қоям. Таэквондоға барады, жүзуді өте жақсы көреді, бассейнге барғанда. Сосын өзі сондай қияли бала, ойынан шығара салады, бүкіл жұртты қыран-топан күлкіге толтырып айналасының бәрін. Неше түрлі хикаяларды айтып кетеді. Мен ол жағын, сәл кейде өтірік айтып қоятын жағын жақсы көрем әлімнің. Өйткені ол баланың қиялы, оны тоқтатуға болмайды. Бір күні мен күндізгі лагерьге жіберген баланы. Сөйтіп Грекиядан демалыстан қайтқанбыз. Оның алдында бір 10 күндей сол жақта демалғанбыз. Сөйтсем, артынан келіп тұрсам, қасында сол лагерьде жүрген өзіңмен жасты 10-11 жастағы қыз, әлімнен сәл үлкендеу жасы, қасыма келіп айтады, сіз қытайлықсыз ба дейді. Жоқ, неге мен қытайлық, мен қазақпын десем. Ойбай, әлім сіз жайлы білесіз ба не айтқан дейді. Не айтты десем. Білесіңдер ма, менің мамам қытайлық, папам менің америкалық. Біз негізі Грецияда тұрғанбыз. Ол жақта өрт шығып,
біз Қазақстанға көшіп келдік деп өтірікті әбден ана жерде сойған ғой. Сөйтсек, біз Грекиядан кетіп бара жатқан күні Грекияда бір жанартау, вулкан атылған ғой. Сөйтіп бір қалаға күлі түсіп, бүкіл Грекиядағы бір қала көше бастаған, эвакуация бола бастаған. Соның бәрі баланың санасында қалып қойған, содан бұл мынандай оқиға шығарып, мені қытайлық қылып қойған, папасын америкалық қылып қойған, өзі Грекияда тұрған екен, бірақ Астанаға көшуге мәжбүр болған екен ғой. Міне көрдіңіз бе баланың қиялы деген. Мен оны тоқтатпаймын, қайта бәріміз қарқылдап күліп алдық жаңағы нәрсеге. Қандай әдемі, бұл бір оқиғаға сценарий болатындай дүние. Кім біледі, мүмкін ол режиссер болатын шығар, мықты жазушы болатын шығар, мүмкін сценарист болатын шығар, мүмкін журналист болатын шығар. Демек, ол баланың қиялы ұшқыр. Дана апа, сіз Дара жол деген тележобаңыз бар. Басқа қандай тележобаларды ұйымдастырып жатсыз? Дара жол және Дара бала. Осы екі жоба, бірі балапан арнасында жүреді, екіншісі Қазақстан ұлттық арнасында жүретін, 3,5 жылдан бері жүретін Дара жол бағдарламасы. Әлде медиа саласында өзгеше жаңа форматта жоба дайындап жатырсыз ба? Жоқ, әзірше басқа жоба жоқ, бірақ менің қазір таң қалатыным және қолға алатын тағы бір дүнием, қазір өте еркін заман ғой, шынын айту керек. Мына сіздер де қазір бір кішкентай телефонға ғана ютубқа өз хабарларыңызды шығарып жатырсыз. Мынаны біз 90-шы жылдары біз журналистиканы бастаған кезде мүмкін емес болатын. Камера алу, монтажға отыру, оның бәрі өте қиын болатын. Өйткені бұндай телефон жоқ. Міндетті түрде бір құзырлы орындарға барып камераны сұрап алу керек. Оның жалға алғанның ақшасын төлеу керек, монтаж үшін төлеуің керек, және бір каналдарға барып жабылып жалынуымыз керек группамен. Мынаны көрсетіңіздерші, телевизордан басқа орын жоқ қой, YouTube жоқ қой ол кезде, Facebook жоқ, Telegram жоқ, Instagram жоқ. Сондықтан менің ойымша қазір әрбір адам тележүргізуші бола алады. Әрбір адам өзінің таланттарын көрсетуге мүмкіндік деген ұшан теңіз мүмкіндік бар. Сондықтан Жансұлу, сіздер бізден асып кеттіңіздер. Сендердің мүмкіндіктерің бізден әлде қайта жоғары. Өйткені сіздер техниканың да тілін өте жақсы меңгергенсіңдер. Сондықтан бойда бар талантты көрсете білу, жұрттан сәл айрықша болып көріну мүмкіндігін қолдан жіберіп алмаңыздар. Соны айтқым келеді. Заман ағына қарай журналистика стилде өзгеріп келеді. Осы тұрғыда қазақ журналистика даму деңгейі қандай? Қазір енді дәл қазіргі кезде телевизия мен ескі мен жаңаның жарысы. Қазіргі заманда айтатын болсақ, қазіргі кезді. Ал менің ойымша, енді 90-шы жылдардың ортасында келдік қой біз журналистикаға. Өзгеріс өте көп. Еркіндік өте көп, және сан салада еңбек етуге, сан түрлі жанрда еңбек етуге мүмкіндік бар. Әсіресе мына ютубтың қолданысқа енуіне байланысты журналистика өте жан-жақты мамандық, және оны шын айту керек білімді адамдардың қолында болса екен дейсің. Өйткені кез келген блогер журналист бола алады деп айта алмаймын. Өйткені бәрібір журналистика мамандығының өзінің бір ұстындары бар. Содан ауып кетпейтіндей. Және ең бастысы жауапкершілік. Өйткені мынау еркіндік, жауапкершілік деген нәрсені ұмыттырады. Өйткені егер мысалға сенің жан әлемің таза болмаса, сен нашар дүниелерді, адам әдетте мойын бұрмайтындай дүниелерді насихаттайтын болсаң, сен белгілі бір топтың кумиріне айналып кетуің әбден мүмкін. Яғни сен жамандықты насихаттайтын, жиренетін нәрселерді насихаттайтын, осындай лас әлемнің өкілі болып кетуің әбден мүмкін. Содан қорқу керек. Ең бастысы ішкі арың, мәдениетің және жауапкершілігің. Дана апа, жақында ақш мемлекетінің ұйымдастыру бойынша Ақтауда мобильный журналистика бойынша тренинг өтті. Сұрақ, неге Қазақстанның өзі осындай қызық тренингтерді облыстардың орталықтарында өткізбейді?
Менің Асхат Еркінбай деген сол жігітті өте жақсы танимын. Мобильді журналистиканы, осындай дүниелерді ол насихаттап, тренингтер өткізеді. Қала-қаланы аралап, ол кісінің алған гранты бар ау деймін, анаған білмеймін. Осындай сабақтарды өткізеді. Мүмкін сіз білмей жүрген шығарсыз. Данапа біздің ауылдың және еліміздің мақтан тұтатын Светқали Нұржан ел ағамызды сіз ерекше үлгі тұтасыз. Менің кәкем және Жәнібек Қожық ағам ол кісіні Әбіш Кекілбаев атамыздың ізбасары ретінде біледі. Светқали ағамызбен бірінші танысқанда қандай әсерде болдыңыз? Құдай сені жоқ дейді деген өлеңі. Мен ол кісіні көзбе-көз жолықтырып әңгімелескен кезде, алғаш танысқанымда, тағы бір мәрте көзім жетті. Шын құнды дүние жылтырамайды, жарқырамайды. Оның ішкі мәні, ішкі мағынасы бірден көзге түсе қоймайды. Ол қатпар, кәдімгі жердің қатпары сияқты бірте-бірте ашыла бастайды. Мен, есіңізде болса, сол дара жолды мен тарихтың қойнауына сүңгіп кеткендей болдым. Қатпарын ашқандай болдым деп аяқтадым ау деймін, ұмытпасам. Ол хабарда жауаптан гөрі сұрақ көп болды. Сұхбатыңыз қызық болсын, мен сізге логикалық сұрақтар қояйын. Ой, логика, ол менің досым емес. Мен жүрекпен, эмоциямен өмір сүретін адаммын. Қатып қалған. Қойып көрсін ал. Бір автобуста 7 адам келе жатады. Олар бірі аялдамада тоқтайды. Сосын ішінен 5 адам шығып, 2 адам кіреді. Сөйтіп, олар қайтып жүреді, тағы аялдамаға тоқтайды. Ояқтан 5 адам шығып, 3 адам кіреді. Тағы аялдамаға тоқтайды да, ояқтан 5 адам шығып, және 3 адам кіреді. Сосын тағы келе жатқанда, тағы бір аялдамаға тоқтайды да, ояқтан 3 адам шығып, тағы 2 адам кіреді да, ана-туна тағы орталықтан жүгіріп келе жатқан адам тағы кіреді де, сосын тағы аялдамаға барып барлығы түседі де, сол автобустың жұмыс күні бітеді. Автобус неше аялдамада тоқтады? Тоқта. 7 аялдама болды ма? 6 аялдама ма? Жоқ, 6 емес. Бір жерде тұрды ма ол? Жоқ, бір жерде тұрған жоқ, аялдамаға тоқтады. Барлық адам сөйтеді. Адамдарын санап отыра ма? Мынауың қызық болды ғой. Жақсы. Жеңілдім. Болды. Ал. 5 аялдамада тоқтады. Апа, өзіңіз ұнайтындай өлең жолдары бар ма? 2-3 маған айтып беріңізші. Мысалы, мен Астана туралы өлең шумағын білемін. Айтып берейін. Астана арман қала, бағы бір жанған қала, тұрады ол жап-жас болып, біз үлкен болғанда да. Мен не айтсам екен? Шықшы тауға, қарашы кең далаға, мәз боласың ұқсайсың жас балаға, ол шетімен бұл шетіне жүгірсең, шаршайсың ба, құмарың бір қанама, ва дариға, алтын бесік, туған жер, қадіріңді кетсен білмей кеше көр. Ой, тамаша, қандай тамаша. Жақында сіз Димаш Құдайберген ағаммен сұхбаттастыңыз. Өмірде күнде кездеспесең де, алыстан тілеулес болып, алыстан жақсы көріп жүретін адамдар болады. Димаш мен үшін сондай адам. Мен ол баланың теледидардан дайдидауды айтып тұрған жерінен, аяқ астынан үй жинап жүріп естіп қалдым.
Содан даусына елең ете қалдым да басқа бөлмеден жүгіріп келіп, бұл қай әнші? Мынаны мен бұрын естімеппін деп өте таңғалып отыра кетіп тыңдадым. Сөйтсем, дауысы сосын менің білетін бір адамның даусына қатты ұқсайды дедім ішімнен. Сөйтсем, бұл мен расында да өте жақсы білетін, менімен кезінде консерваторияда оқып, бір жатақханада бір қабатта жатқан қызылордалық Марат Әйтімов деген жігіттің оқушысы екен. Мен Маратты өте жақсы білемін. Сөйтсем, мен Димаштың даусына соншалықты тоқтап қалып тыңдағаным, баяғы Мараттың дауысы есіме түскен ғой. Консерваторияда бірге оқып жүрген кезде мен Мараттың дауысын еститінмін. Керемет әнші. Сөйтсем, ол Қызылорданың өзіне қайтпай, Ақтөбеге жолдама алып, еңбек жолын сол жақта бастаған екен, және міне Димаштай бала тәрбиелепті. Ал енді Димаштың әкесі Қанатты мен 96 жылдан бері білем. Ол Қанат, Света екеуі байқауға қатысқанда, я болмаса Қанаттың өзі музыкальный вояж деген бағдарламаға қатысып жүлде алған кезде мен ол өзің сияқты жап-жас журналист ретінде одан сұхбат алған болатынмын. Жоқ, музыкальный вояж болғанда шығар, бірақ Алматыда да болды ғой. Мен сол кезде Қанаттан сұхбат алғанмын. Содан көрдіңіз ба, менің білетін азаматтардың баласы, біреуі шәкірті, біреуі туған ұлы, осылайша бір Димаштың басына келіп тоғысқан, бірі ұстаз ретінде балаға дәріс берген, бірі әке ретінде ақылын берген. Сөйтіп мен танымайтын ұл, мен жақсы танитын әкелердің, ұстаздардың баласы болып шықты. Оны білгеннен кейін әрине мен Димаштың өміріне сырттай жіті бақылап бастадым Димаштың өмірін. Содан ол бірнеше байқауларға қатысты, кейін Славян базарынан биіктен көрінді. Ал енді I'm Singer жобасынан кейін әрине ол бәріміздің сүйікті баламызға айналды ғой. Енді кешегі сұхбатты сұрайтын болсаңыз, әрине Димаш өскен, бірақ менің бір таң қалғаным және қазақы мәдениеттің адамзат мәдениетіне өзіндік бояуымен, өрнегімен көштен қалмай қосылып кетуіне мен Димаштың өмірі дәлел деп айтқым келеді. Және біз бүлінбеген ұлт ретінде, имани ұлт ретінде қазақы тәрбиемізбен бүгінгі азғындыққа жол беріп отырған қартайған мәдениеттерге ақыл айтатындай шамамыз бар екен деген дүниені мен анық түсіндім. Өйткені расында да жасыратын ештеңесі жоқ. Қартайған мәдениеттер бар. Тіпті мына өркениет, эволюция деген сөздің өзін екінші жағымен қарастыратын болсақ, кейде ол күйзеліс. Өркениеттің күйзеліске түскен кезі, және ол кризис деуге болады. Кейде адам шарықтау шегіне жетіп, ары қарай жүретін жері жоқ қой. Сол кезде өзінен өзі ыдырап, іри бастайтын жағдайға келеді. Міне осы жағдайда кейбір мәдениеттер, қарт құрлықтағы кейбір мәдениеттер сондай жағдайға келіп тоқтап отыр. Ал ол жағынан қарағанда біз әлі таза мәдениетпіз, біз таза өркениетпіз. Бір жағынан бұл біз үшін өте ұтымды дүние. Осыны біз Димаш көрсетіп отыр, өте ұтымды пайдалануымыз керек. Біз жас ұлтпыз, жас мемлекетпіз. Міне осыны біз анық түсінуіміз керек. Біздің әлі адамзатқа береріміз мол. Сен бала ретінде көп нәрсені түсініп жатқан жоқ шығарсың. Бірақ ертең өскенде осыны бір түртіп қойшы, тағы бір қайталап көріп отыршы. Сен осы сөздермен өсесің. Осы сөздерді Данапа айтып еді ау деген кезде ойыңа сақ ете қалады. Данапа, сіз өсиет айтқан кезде әсерлі болып шығады. Сіз кейбір адамдар құсап кітап оқы дейді шығарсыз. Бірақ баяғы заманда әжелеріміз кітап оқымай-ақ қазіргі кейбір кітап оқитын әйелдерден анағұрлым ақылды және саналы болатын. Кітап оқы. Кітапты оқыған жақсы, бірақ әттең қазір уақыт қат. Мен өтірік айтпай-ақ қояйын, мен күнде кітап оқимын деп айта алмаймын. Бірақ бастысы біз өзімізді, балаларымызды неге үйретуіміз керек? Алған ақпаратты қорыта білу
және сол ақпараттың түп нұсқасын табу. Мына берген ақпаратты, мына келген тамақты жұта берудің қажеті жоқ. Мына тамақ қайдан келді, ол неден жасалды? Мысалы, мына шайдың өзі, бұл қайдан келді, бұның тарихы қалай? Бір шайдың өзінен біз қаншама тарихты білеміз. Мысалы, саған түсінікті болсын. Шай отаны қай жақ? Міне, осыны анықтау керек. Шай қандай болды кезінде, неден жасалды, соны білу керек. Кез келген ақпаратта сондай. Шай қай заманда пайда болды, қандай патшаның кезінде пайда болды. Оны қалай керуенмен бері қарай алып келді, неге ол Еуропаға қандай жолмен жетті деген сияқты кез келген ақпарат. Тіпті мына стөлдің өзі неден жасалды. Мынау кафені ашу үшін адамдар қай заманда кафеге кіре бастады деген сияқты сұрақтарды адам өзіне қойса, түбіне дейін зерттесе, соның өзі бір кітап. Түсіндің бе? Иә. Оған қазір тіпті кітапханаға барудың қажеті жоқ. Интернетті ашып жіберсең, бәрі тұр. Ал енді сен интернетке сенбесең, кітапханадан барып тауып ал. Көрдің бе? Қанша мүмкіндік бар. Бастысы адам білгісі келу керек. Білмеймін деп ұялып, қымсынып, ойбай, мынаны білмей қалдым демейді. Білмеген ұят емес, білгісі келмеген ұят. Түсіндің бе? Тыңдағысы келмеген. Қойшы соны деп қолын бір сілтей салу, міне осы ұят. Түсіндің бе? Адам үнемі өзін жетілдіріп отыру керек. Диплом, институт бітіру, оның бәрі қазір маңызды емес, шынын айту керек. Мәселе өзіне өзі мақсат қоя біліп, өсу. Мына жақ өседі. Мына жақ өскен кезде сенің шаруаң да дөңгелене бастайды. Түсіндің бе? Менің бір танысым бар. Мектептен кейін оқымаған еш жерде. Ата-анасы кішкентай ғана СТО береді. Құлап жатқан. Соның бір күн ақша бар, бір күн жоқ, сөйтіп отырады да, бір күні салықтан жалтару деген тренингке келеді. Кім салықтан жалтарғысы келмейді? Кім салық төлегісі келеді? Ешкім төлегісі келмейді. Сондай хабарландыру көреді, керемет бір бизнес тренердің сабағынан бірақ шығады. Сөйтсе ол бизнес тренер бір университетте сабақ береді екен. Сол бизнес тренердің артынан жүріп отырып университетке түседі. Керемет, одан да керемет тренерлерден сабақ алады. Қазір сол бала СТО-ның бірнешеуін ашып қойған. Инвестициялық компания ашқан. Мынандай бизнесмен және бизнесмендерге сабақ оқитын тренер. Мектептен басқа еш жерде оқымаған. Апа, мен қоғамдық жұмыспен айналысамын. Экология, қоршаған ортаны қорғау бойынша қызығамын және айналысамын. Ал сіз қызығып қорғауға атсалысыз? Қорғау демекші, қыркүйек айында мен қазір магистратурада оқып жатырмын. Мен дипломдық жұмысымды қорғаймын. Бизнес басқару деген мамандық бойынша. Қазір Алматы университетінде. Университетте оқып? Иә. Неге айтып отырмын мен? Білім алудан шаршамау керек. Қоғамдық шаралар болған кезде және сіздің көмегіңіз болған кезде мен сізге хабарласа аламын ба? Хабарлас, мен кеше ғана міне Арыстағы жағдайға байланысты кейбір Инстаграм парақшасындағы менің оқырмандарым үйде отырып алып, неге сіз ана жаққа бармайсыз, неге мына жаққа бармайсыз деп айташылап отырғандар болды. Бірақ мен әрқайсына жауап беруге мүмкіндігім де жоқ, және есеп беретін міндетім де жоқ, шын айту керек. Бірақ сол жақта жүрген журналистер, сол жақта жүрген еріктілерге осы жерде отырып ақпарат беріп отыру, және мынандай жерде балалар жоғалып кеткен екен, осы мекен жайды барып тексеріп келіңіздерші, маған дайректіме түсіп жатыр, мынандай балалар аш отыр екен деген дайректке түскен мәліметтерді жігіттерге беріп, сол арқылы мен көмек беріп отырдым. Ол мақтаныш емес, ол біздің борышымыз. Бәріміз ел болып жұмылып, әрқайсымыз өз деңгейімізше, қолдан келгенімізше көмектесуіміз керек. Ал мен о жаққа неге бара алмадым? Өйткені жоспарланған Димашпен болатын сұхбат дәл сол Арыста жарылыс болған күнге жоспарланып қойған болатын, 24 күні. Тіпті біз Қазмедиаға кіріп кетіп жұмысқа соншалықты үлкен құлшыныспен араласып кеткеніміз соншалық, мен тіпті ақпарат ағымында бақылай алмаппын.
кешке жұмыстан кейін бірақ шыққан кезде мен Арыстағы жарылыс болғанын сол кезде ғана естідім. Димаш ертерек естіген болу керек, өйткені ол кешірек келді ғой. Ал біз таңнан бастап соны дайындадық. Сондықтан естіген кезде әрине қолымыздан келгенше көмектесуге тырыстық. Дана апа, мен қатарлы балаларға, яғни Z ұрпағына қандай кеңес бересіз? Z ұрпағы мүлде бізден ерекшеленген, кейде біз сендерді түсінбейтіндей. Кез келген буын, ортаңғы буын, үлкендер буыны, кішілер буыны, біздің түйіспейтін бір нүктелеріміз болады. Біз түсінбейтін дүниелеріміз. Сіздер бізді түсінбейсіздер, біз сіздерді түсінбейміз. Ол солай болу керек. Мен сіздерге айтатыным, қазір әлем кіп-кішкентай жұп-жұмыр шар. Баяғыдай шекаралар жоқ. Жағдай негізінен, бәріміздің жағдайымыз негізінен тең. Міне осындай жағдайда әрбір ұлт мынандай космополиттік әлемге келген кезде дегенмен өзінің менін жоғалтпас екен деймін. Бәріміз бірдей дейміз, бірақ бәріміз бірдей емеспіз. Бәріміздің бір ерекшелігіміз бар. Кейбір тұста біздің менталитетіміз келмей қалады. Сондықтан міне кез келген ұлт, менің ойымша, мына әлемде жойылып кетпес үшін өзінің менін қорғау керек. Менін қорғау деген не? Мен қазір жалпылама айтып отырмын. Менін қорғау деген не? Өткенде мына трэш бағдарламалар, телевизияға шығып жүрген трэш деген қоқыс деген сөз аудармасы. Трэш деген сөздің аудармасы қоқыс деген сөз. Кейде қазақы менталитетке келмейтін, кіндіктен төмен тақырыптарды қозғайтын бағдарламалар рейтинг алып келеді. Оны жұрт көреді. Өсек аяң адамды өсірмейді. Бірақ өсек аяңға кез келген адамның, пенденің дейікші, қызығатыны бар. Бұл ең басты фактор. Осы арқылы рейтинг жинаймыз деп, көп көрерменнің назарын өзіне аударатын бағдарламалар бар. Және бұл бағдарламаларды жасау, шынын айту керек, оңай. Ал құнды дерек айтып, ағартушылық жұмыспен айналысып, дәл сондай рейтинг жинамаса да, ел ішіндегі менталитетке сай келетін, мына рухани дүниені бұзып жарып, соқпай, ұлттың ішкі ДНК-сын, өзегін жоймайтын хабарларды жасап, қарапайым өмір сүру, бұл бүгінде сирек кездесетін дүние, және ол шынын айту керек бір миссия шығар. Өйткені сіздер Z соған келе жатсыңдар. Айқай шуға, өсекке, жаңағы кіндіктен төмен әңгімеге. Өйткені атың шықпаса жер өрте деген келе жатыр да қазір. Соған төтеп беру керек. Сондықтан әрқайсыңа таңдау жасау керек болады. Мен мынаны жасай аламын ба, жасай алмаймын ба? Жасай алмағанда сенің моральдық тұрғыдан адам ретінде сен соған жол бересің бе, жоқ па? Мәселе сода тұр. Сенің ата-анаң ол үшін сені жақсылыққа, ізгілікке тәрбиелеу керек. Бұл әрине конфликт, және бұл ауыр жол. Бірақ ел ішінде бәрібір абыройың болады. Ондай адамдар абыройсыз қалмайды. Кез келген журналистің қызметтік міндеті болады. Сен жұмыс берушінің алдында міндеттісің. Анау шарттарды орындауға. Бірақ адами тұрғыдан кейде әлгі бұйрық сенің ішкі жан дүниеңе кесе-көлденең келіп тұрса, сен оны жасамайым дейтін таңдауың болу керек. Және ол бар. Егер сен, мен одан да нансыз қалайыншы, мен осыны жасамайым десең, саған ешкім келіп желкелеп жасатпайды ғой оны. Ол жағынан адам өзінің таңдауын өзі жасайды. Түсінесің бе, қалқам? Шаршап кеттің менен, иә? Жансұлу айналайын, Димаштың концертіне арнайы келіп, менің дайректіме жазып, Дана апа, өзіңізден сұхбат алсам деп өтінген екенсің. Соны бүгін құп көріп, өзіңе сұхбат беріп, ал соңында өзің
жақсы көріп сонау Маңғыстаудан келіп отырған Елордадағы өнер ошақтарының мінекей барлық тізімі мына кітапта бар. Сол кітапты өзіңе беремін, сыйлаймын. Бұл жерде әлі сен аралайтын жерлер өте көп. Мінекей, қай саланы таңдамасаң да, кез келген адам, менің ойымша, өзінің өмірінің президенті болу керек. Рахмет. Өзінің өмірінің президенті болған адам ғана өмірде жоғалмайды, өзінің дара жолын табады. Аман болайын ойым. Данапа, мен құрқол келген жоқпын. Біздің ауылымыздың ақсақалы Көкбол атамыздың Адай тайпасы деген кітабын сізге сыйға тартқым келіп отыр. Рахмет айналайын. Мен 2 жыл қатарымен Амал мерекесі кезінде Отпантауда болғанмын, және сіздің Маңғыстаудың жұртына көңілім ерекше. Бүгін өзің мені іздеп келген екенсің. Бір ауыз сөзіңді жерге тастамай, өзіңмен танысып, білісіп, қауышып, сұхбаттасып отырғаныма қуаныштымын. Өркенің өссін айналайын. Сұхбатыңызға рахмет, Көріскенше. Өзімізді басып келе жатқан жас блогер Жансұлудың инста парақшасына, Facebook парақшасына және YouTube арнасына жазылыңыздар, löпіл басыңыздар. Міне осылайша қазақ контентінің деңгейін көтерейік, оқырман мен көрерменін көбейтейік.